Бүгінгі тақырыбымыздың аты жер салығы. Сабақтың мақсаты жер салығының экономикалық мазмұны, есептеу және төлеу тәртібі. Сонымен бірге жер салығы бойынша салық есептілігін құру немесе тапсыру тәртібін оқып үйрену. Алғаш қалыптасқан салықтардың қатарына жатады жер салығы. Жер иеленушілердің табысының 10 бөлінгендегі бір бөлігін құраған ондық деп аталған. Моисейдің бірінші кітабында айтылғандай, жердегі әрбір 10-шы дән, ағаштағы әрбір 10-шы жеміс Құдайға тиесілі. Рим мемлекеті жаңа жерлерге ие болған кезде салық ставкалары жауланған жерлердің қалай жеңілгеніне байланысты өзгеріп тұрған. Ежелгі Мысырда жер салығы салынып, ол өз кезегінде жоғары дәлдікпен өлшенген. Тауар моңғол шапқыншылығынан кейін Русьтегі негізгі салықтардың бірі жер салығы, соқа салығы деп аталған. Мұның барлығы өздеріңіз түсініп отырғандай жер салығының тарихы жөнінде қысқаша мәліметтер. Меншікке салынатын салықтардың ішінде жер салығын сауықтыру салығы деп те айтады. Өйткені аталған салық жердің қаншалықты тиімді қолдануына байланыссыз алынады. Сонымен бірге жергілікті бюджетке түсетін болғандықтан жер салығы жергілікті салық деп аталады. Бір айта кететін нәрсе, жер салығы жеке тұлға болсын, заңды тұлға болсын, олардың қызметінің нәтижелігіне байланыссыз, яғни олар ағымдағы жылы пайда алды ма, алған жоқ па, оған байланыссыз төленіп отырылады. Жер салығын төлеушілер болып, жекеменшік құқығындағы, тұрақты жер пайдалану құқығындағы, бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану құқығындағы салық салу объектілері бар, яғни жерлері бар, жеке және заңды тұлғалар болып табылады. Қазақстан Республикасының салық кодексінде салық салу мақсатында жер мынадай санаттарға бөлінеді. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер, елді мекендер жерлері, өнеркәсіп жерлері, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері, орман қорының жерлері, су қорының жерлері, босалқы жерлер немесе запастағы жерлер. Осы 7 санаттың ішінде ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер, елді мекенді жерлеріне және өнеркәсіп жерлеріне салық салынады. Ал қалған 4 санатқа салық салынбайды. Себебі бұл санаттар бізде мемлекеттік меншігіндегі жерлер болып табылатындығы. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге салынатын салық ставка 1 гектарға есептеліп белгіленеді және топырақтың сапасы бойынша сараланып отырады. Топырақтың сапасы топырақтың құнарлығы бойынша саралау бал-бонитет деп аталады. Салық салу мақсатында ауыл шаруашылығы жерлері екіге бөлінеді: далалық, шөлейтті жерлер. Жеке тұлғалардың ауыл шаруашылығы жеріне салынатын салық ставкасы оның жерінің көлеміне байланысты болады. Яғни көлемі жарты гектарға дейін қосалғанда жерлерге 0,01 гектар үшін 20 теңге, ал көлемі жарты гектардан асатын алаңға 0,01 гектар үшін 100 теңге төленеді. Кестеден көрініп отырғандай, жаңа айтылғандай, топырақтың құнарлығы 1 балдан 100-ден жоғары балға дейін сараланады. Мысалға, егерде топырақтың балы 10 бал болатын болса, бонитет балы 2 теңге 41 тиын. Немесе, мысалы, 95 бал болатын болса, 168 теңге 87 тиын. 100-ден жоғары болатын болса, 202 теңге 65 тиын. Өнеркәсіп жерлерінің бал бонитеті
ауыл шаруашылығы жерлеріне қарағанда бірнеше есеге көп болып келеді. Ал елді мекендің жерлеріне салық ставкасы 1 шаршы метрге есептелінеді. Ол әрбір қалаға, әрбір аудан орталықтарына, ауылдарға бөлек есептелінеді. Мысалы, бізде Атырау облысында 1 шаршы метрге 8 теңге 23 тиын төленеді. Енді төлеу мерзіміне келетін болсақ, заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар ағымдағы төлемдердің сомасын ағымдағы жылдың 25 ақпанынан, 25 мамырынан, 25 тамызынан, 25 қарашасынан кешіктірмей төлеулері қажет. Жер салығы бойынша декларация тапсыру мерзімі 31 наурыз болып табылады. Салық төлеуші салық кезеңі үшін декларацияны табыс ету мерзімінен басталғаннан кейін күнтізбелік 10 күннен кешіктірмей түпкілікті есеп айырысуды жүргізіп, жер салығын төлейді. Яғни, келесі есеп беру жылының 10 сәуіріне дейін жер салығы төленіп болу керек. Ал жеке тұлғаларға жер салығын салық органдары есептеп, келесі жылдың 1 тамызына дейін тапсырулар керек, ескертуді қағазды. Ал жеке тұлғалар келесі жылдың 1 қазанынан кешіктірмей төлейді. Айта кететін жағдай, мысалы, қазір 2020 жыл болса, бізде 2020 жылы жеке тұлғалар 2019 жылдың салығын төлейді. Яғни 1 қазаннан кешіктірмей төлеулері қажет.